Ассалаумағалейкум қыздар, сіздермен бірге мен Гүлжан Әлмеш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге бүгін өте дәмді болып шығатын, бар жоғы 30 минутта дайын болатын салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен қиярларымызды жуып, тазалап, сыртын тазалап алатын боламыз. Сыртын қабығын ашу міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңызша. Осылай кубиктап турап шығатын боламыз. Егер майдалап турағанын қаласаңыздар, майдалап турасаңыздар да болады. Огурцымызды турап, ыдысымызға салып, қызанақтарымызды да дәл солай үлкендеу етіп турап шығатын боламыз. Қызанақтарымызды турап болды. Енді краб таяқшаларының ортасынан бөліп, барлығын турап шығатын боламыз. Оны да ыдысымызға салып, келесі жұмыртқаларымызды турап шығатын боламыз. Қажетті заттарымыздың барлығын турап болдық. Енді үстіне жүгерімізді салып, консервіде шым-шым тұз және де майонез салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Өте дәмді және тойымды, бар жоғы жарты-ақ сағатта дайындалатын салатымыз дайын. Жасап көріңіздер. Үстіне өз қалауларыңызбен сәндесеңіздер болады. Менде укроп пен петрушка. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гүлжан Әлмеш.